Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін ауызда еритін өте дәмді болып шығатын яблочный пирог, яғни алмалы бәлішпен бөліскім келіп отыр. Шарлотка пирогы деп те аталады, өте дәмді шығады. Ең қарапайым рецебі десем қате айтпаймын, және бір жасағаннан шығатыны сөзсіз. Сондықтан осы рецептіме жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналымызға тіркеліп лайк басып қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттар видеода және описание бөлімде жазылған. Ең алдымен 3 жұмыртқаны жарып, үстіне қантты қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Қант жақсылап ерген кезде біздің массамыз әппақ болып көпіреді. Осы видеода көрсетілгендей түрге енеді. Мінекей біздің жұмыртқа мен қант жақсылап еріді, осындай әппақ көбік болып шықты. Енді үстіне ерітілген сары майды қосып, тағы да миксермен біраз араластырып аламыз. Електен өткізілген ұнға үстіне 1 шай қасық разрыхлителімізді қопсытқышты қосып, ұнмен бірге араластырып, одан кейін жұмыртқалы массамызға қосамыз. Біртіндеп қосыңыздар. Мен бұл ұнды 3 бөлікке бөліп отырып қостым. Жалпы бұл шарлотканың ең қарапайым әдісі, ең қарапайым рецебі десек болады, оңай әрі жылдам жасалады. Бізге қажет алма. Енді алманы өздеріңіз қалауларыңызға сай көп те қоссаңыздар болады. Маған 2 алма жеткілікті. Оның жартысын осылай 4 бұрышты ұсақтап, ішіне араластырамыз. Жаңағы қалақпен бірге массаға 1 келкі болғанша араластырып шығасыздар. Алдын ала пергамент қағазы төселген формамызға осы массамызды салып, бетін қалақшамен жақсылап тегістеп шығамыз. Барынша тегіс қылып жайыңыздар, сол кезде біздің пирогымыз 1 келкі көтеріледі. Мінекей тегістеп болдық. Енді осының үстіне жарты ай сияқты ғып туралған алмамыздың жартысын салып әрлеп шығамыз. Осы кезде пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз. Соған біз пирогымызды салып 35-40 минут аралығында пісіріп алдық. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан 30 минуттан асқаннан кейін сыртынан қарап отырсаңыздар болады. Ешқандай аузын ашудың қажеті жоқ. Пирог жақсы пісу үшін, піскенін білу үшін зубочисткамен тексеріп көрсеңіздер де болады. Осы видеодағыдай ең шетін кесіп алып, бірден формасына шеше берсеңіздер болады. Және бетін мен сахарный пудрамен әрлеп шықтым. Мінекей достар, біздің өте дәмді әрі жылдам жасалатын шарлотка пирогымыз дайын болды. Бар жоғы 2 алмадан осындай дәмді пирог пісіріп көріңіздер. Қазір сіздерге бірден шетінен 1 кусогын кесіп көрсететін боламын. Бұл пирогты тіпті суытпай, ыстықтай кесіп жатырмын. Ортасы барлығы піскен. Оны мен духовкадан шығармас бұрын зубочистканы салып көрдім. Зубочисткамыз құрғақ болып шықты. Мінекей біздің пирогымыз кесілген кезде түрі осындай болды. Ортасы барлығы пісқан, және де жеңіл. Буы да шығып жатыр, байқасаңыздар. Қолмен де басып тексеріп көрдік. Сондай үлпілдек болып пісқан, өте жұмсақ болды. Ортасындағы алмасы да көрініп тұр, бетіндегі алмасы да өзіне әдемі түр беріп тұр. Ал дәмі деген өте керемет. Ыстық шаймен осы пирогты жасап жеп көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Каналымызға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецептермен бөлісемін. Қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне жазсаңыздар болады. Сіздермен болған Альмира. Ас болсын!